мен оны жазсам былай келтіріп жазатын едім. Өзіңіз отырасыз ба Тредсте? Таяуда ғана Тредс желісіне кірдім. Өзіңіздің мамандығыңыздың биік шыңына жеттім деп ойлайсыз ба? Ал енді мамандық таңдаған кезде мен әкешім қолдаған жоқ. Мәселен, әріптестеріңіз Жұлдыз Сүлейменова ханым, мәжіліс депутаты болып, оқу ағарту министрі болып кетті. Біз депутаттық мына жерімізде значогымызбен жүріп, бізге орын жоқ. Қандай заң жобалары әлі жетілу керек? Әлі піспеген заң жобалары бар ма? Не деген жазылып бітпейтін заң бұл өзі? Неге бұл өзгере береді? Сендерге дейінгі депутаттар заң жазбады ма десе, біз ақпарат құралдардан көріп отырмыз ғой, олар да көп заң жазды ғой дейді. 25 жыл жалпы мәжіліс үшін қандай жыл болды деп айта аласыз? Негізі біз енді саясатта жүрген біз үшін өте ауыр сұрақтардың бірі бұған баға беретін халық. Қайырлы күн, қадірлі ағайын, құрметті көрермендер, экран алдына жайғасып, жақсы көңіл-күймен отырған баршаңызға сәлем. Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб YouTube арнасындасыздар. Бүгін біз ерекше маңызды елдің саяси мәдениеті мен заң үстемдігіне тікелей әсер ететін өзекті тақырыпты қозғаймыз. Жыл қорытындысы, мәжіліс жұмысы, қоғам сұранысы және еліміздегі құқықтық реформалардың шынайы нәтижесі жайында әңгіме өрбітеміз. Біздің студиямыздың бүгінгі арнайы қонағы Қазақстанның белгілі заңгері, заң ғылымдарының докторы, Конституциялық кеңестің экс-мүшесі және қазіргі мәжіліс депутаты Унзила Шапақ ханым. Унзила ханым еліміздің құқықтық саласына айтарлықтай үлес қосып жүрген белді тұлғалардың бірі. Конституциялық реформа, заңнаманы жетілдіру, сот құқықтық жүйені жаңғырту секілді күрделі салаларда зор тәжірибесі бар. Бүгін біз Унзила ханыммен жыл қорытындысы, мәжілістің негізгі бастамалары, президенттің саяси реформаларының орындалуы, заң үстемдігі және қоғамның құқықтық мәдениет туралы ашық сұхбат құратын боламыз. Сонымен қатар депутат ретінде оның биылғы жұмысының нәтижелері, қоғамдық резонанс тудырған заң жобалары және алдағы құқықтық өзгерістердің перспективалары жөнінде пікір тыңдаймыз. Унзила ханым, студиямызға қош келдіңіз. Ал қадірлі көрермендер, орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Бүгін сіздерге өте маңызды, терең және қызықты әңгіме күтіп тұр. Олай болса, бастайық. Ең алдымен өзіңізден бастайық. Өзіңіз қай жерде дүниеге келдіңіз, қай жоғарғы оқу орнын аяқтадыңыз, тәмамдадыңыз, неліктен депутат болам деген шешім қабылдадыңыз деген сұрақ. Мен жалпы Моңғолияда дүниеге келгем. Бірақ университетті, Қарағанды мемлекеттік университетін, заң факультетін және үздік бітіргенмін. Сол бітірген кезінде заң факультетінде сабақ беріп қалдым. Біздің кезімізде жақсы оқитын студенттерді енді мүмкіндігінше университет өздері ұстап қалатын. Одан кейін аспирантурада оқыдым, заң ғылымдарының кандидаттың қорғадым. Ода 2000 жылдың басында, 2001 жылы. Одан ары қарай қызметімді жалғастырып жүрген кезде жолдасым осы жаққа Астана қаласына жұмыс бабымен ауысты. Соған байланысты мен Астана қаласына келіп, заңгерлерді дайындайтын, қазір Нәрікбаев атында, кезінде Казгю деп аталатын университеттің келіп, сол жерде сабақ бере бастадым. Доцент, одан кафедра меңгерушісі, одан декан, осындай қызметтерді атқардым. Сонда жүрген кезімде докторлығымды қорғадым, уже заң ғылымдарының докторы болдым. Ары қарай менде ұсыныс түсті. Бұрынғы конституция бойынша 25 жыл болған бізде конституциялық кеңес деген конституциялық орган болды. Ол жерде 7 мүше ғана отыратын, ең біздің Қазақстандағы тәуелсіз саяси органдардың бірі, адамдардың конституциялық құқығының қамтамасыз ететін және конституцияның біздің территорияда биіктігін қамтамасыз ететін орган. Қазір ол конституциялық сот болып құрылды. Міне сол жерде 7 жыл отырып, 2022 жылғы конституцияның өзгерісінің нәтижесінде ол жерде мен босап, қайтадан университетке барып, ғылыми зерттеу институтының директоры болып жұмыс жасадым. 1 ай, 1,5 ай. Сонымен осы Аманат партиясынан ұсыныс келіп түсті. Партияның қызметіне көмектесіп, еліміздің, қоғамымыздың
өміріне аралассаңыз, белсенді аралассаңыз қайтеді деген. Сондай шешім қабылдап партияға келіп, партияның тізімімен қазір заң шығарушы органның жаңағы депутаты болып отырмын. Мен заңгер ретінде ойлаймын, жалпы заң шығарушы органда жаңағы кәсіби заңгерлер болу керек. Ол толығымен сондай болсын деп айтпаймын, бірақ соның ішінде кәсіби заңгерлердің саны біраз болғаны дұрыс. Себебі заң дегеніміз не? Ол адамдардың жүріс тұрысының ережесін қалыптастырып жазып береді. Оны мойындатады мемлекеттің билікпен. Содан кейін оны атқаратын ол атқарушы билік. Егер ол бұзылып жататын болса, оны қалпына келтіруге жұмыс жасайтын сот билігі бар. Сондықтан бұл жерде заңды жазған кезде ол түсінікті және сөздерінің барлығы қысқа, нұсқа, артық емес. Жаңағы адамдардың өзіне де заңның ішінде екі ұшты пікір білдіретін, бірнеше нұсқаны сілтеп тұратын ондай сөздер болмау керек. Сондықтан оның бәрін заңгерлер отырып, оның жүзеге асырылу механизмін толық көруіміз керек. Оны жаза салмайды. Оны біз жазғаннан кейін ол қалай жүзеге асырылады? Бұзылса қалай болады? Толыққанды жұмыс істеу үшін не істеу керек? Оның ортасында әртүрлі жағдайлар туындайды ғой. Сол жағдайларға бұл қалай бейімделеді? Ол үшін қандай органдардың құзырына беруіміз керек деген сияқты осы мәселенің бәрін тәптіштеп жазу керек. Сол үшін заңгерлер отырғаны дұрыс. Тамаша. Біз жазамыз. Енді өзіңіз айтып отырсыз, егерде елде заң болмаса, нағыз хаос болушы еді шыны керек, иә. Өйткені заңы бар мемлекет, яғни іргесі түзу болады, бүкіл адамдар сол заңға бағынады дейді ғой. Енді бағана сұхбат басталмай тұрып, өзіңіз Монғолия жақта дүниеге келдім деп айтқан едіңіз. Үнзила Шапақ деген есіміңіз бар. Иә, ол елімізде өте сирек кездесетін есімдердің бірі. Жалпы осы депутат болып жүргенде енді сіздің есіміңіз құлаққа өте сондай сирек кездеседі және жатталып қалады екен. Иә, мен өзім депутаттарды бүйтіп жаттап тізіп отырған кезде сіздің есіміңіз маған кәдімгідей бір ерекше есімде қалып қалды. Иә? Айтып өтіңізші, енді Монғолияның қай жерінде дүниеге келдіңіз, кішкене балалық шағыңызды айтып берсеңіз, ата-аналарыңыз қандай болды, жалпы ата-аналарыңыз осы заңға келуге сізді итермеледі ма, әлде өзіңіз келдіңіз ба деген сұрақ. Мен жалпы дүниеге келген кезде біздің әулетте жаңағы әкемнің әкесінің, оның әкесінің қалыптасқан дәстүрі бар. Бала дүниеге келген кезде ауылдағы білімді, сауатты, соның ішінде мұсылмандығы бар аталарымыз есім қояды. Сондықтан мен дүниеге келген кезде үлкен атама хабар берді, осындай жаңа Шапақтың үйіне қыз бала дүниеге келді, есімін қойып жіберіңіздер деп. Сондықтан ол атамыз, үлкен ата деп айтатынбыз, ол кісі есімнің барлығын мұсылмандыққа жақындатып береді. Сондықтан менікі енді мына Үнзила деген Құраннан алынған есім. Енді әртүрлі трактовка айтып жатады. Көбінесе біз орыс тілді, мұсылман дықты зерттеп жүрген, шариғатты зерттеп жүрген орыс тілді мамандардан сұраған кезде сияние от Бога деп енді сондай бір жарқыраған көрсетеді дейді. Біреулер айтады, жоқ, ол бір жолды мегзеген. Тіпті кейбір арабтанушылар айтады, Құранның жерге түскен күнін соның жолын мегзеген ұғымдас деп. Енді оның нақты мен білмеймін, себебі араб тілін оқыған жоқпыз ғой. Сондықтан араб тілде. Ал әкемнің есіміне келетін болсақ, ол да Шапақ деген таңның шапағы дегенді білдіреді. Әкемнің екі қарындас Айман, Шолпан, Шапақ, Солдат деген інісі болды. Олардың барлығы нені білдіреді? Өз бір жаңағы аталарымыздың сол күнге, сол уақытқа бір көңіл күйіне болар, немесе күннің бір ерекшелігіне болар, есімді қойып береді екен. Сондықтан есімде дау жоқ, қалай маған берді, солай алдық, өзіме есім ұнайды. Ал екінші сұраққа келетін болсақ, мен шахтердің отбасында дүниеге келдім. Әкем, ол да біз кішкентай Шахта қаласында өмір сүрдік. Улан Батырдың жанында 18 километр жерде шахтерлардың қаласы бар. Сол жерде біраз шахтада қазақтар жұмыс істейтін кезінде жаңағы целинаны иемденген сияқты шахта ашылған кезде жан-жақтан азаматтарды жинап әкелген. Сол кезде әкем де сол өзінің еңбегін жұмсау үшін сол жерге келген екен. Қазақтар тұратын облыстан сол Шахта қаласына келіп, 16 жасында келіп сол жерде орныққан.
анам да сол жерде жұмыс жасады. Бірақ әке шешеміздің өз қазақтың бір ерекшелігі бар ғой, балаларын оқысыншы дейді. Соның ішінде егер балалар алғыр болатын болса, жәнегі оқуға бейім болатын болса, оны мүмкіндігінше оқып, жаңағы осы интеллигент, зайырлы ортаға түссе екен деп тілейді. Менің әкемнің енді бізге берген тәрбиесінің ішінен көбінесе сонысын айтатын. Енді кітапқа жақынсыңдар, қалалы жерде өмір сүріп жатсыңдар, жақсы оқыңдар, оқығаннан кейін өз бір жақсы маманды таңдап, жоғары оқу орнына түссеңдер жақсы болды. Ол кезде осындай емес қой, қазір кімде ақша бар, соның бәрі университетке барып түсе береді деген жоқ. Ол жерде біліміңмен түсесің. Ол кезде үлкен конкурс болады балалардың арасында. Соның ішінен атылып прям шығуың керек. Таныс, тамыр арқылы түсіре алмайсың. Сонда жаңағы үйдегі айтатыны, менен кейінгі балаға маған да айтады, балаларым сабақты жақсы оқыңдар, шамаларын келгенше. Біз енді сендерге сабақ үйрете алмаймыз, өзіміз мұғалім емеспіз. Олар ойлайды, мұғалім әке-шешесі осы үйінде балаларына сабақ оқытып отырады екен деп. Сөйтіп енді сабақты оқып, мектепте де белсенді қыз бала болдым. Мектептің жаңағы қазір енді президент школы дегендер бар ғой, мектептің президент. Мен солардың бәрін атқардым. Мен де болдым 3 жыл қатарынан өзім мектептің. Мен сол мектептің ол кезде жаңағы пионер организациясына шығасың. Біздің комсомол сияқты рифсомол деген ұйым бар. Солардың барлығын өтіп, бірақ соның барлығында және көшбасшы болып жүріп мектепті өте үздік 6-мен бітірдім. Әкемнің сұрағы бар, сонда 4 алмай оқыдың ба балам, мықты екенсің деп. Жаңағы әкем сөйтіп күледі. Сонан кейін екіншіден біздің тәрбиемізге өте көп әсер ететін ол кезде кітап. Біздің әке шешеміздің бізге жасаған үлкен жақсылығы, қандай жаңа кітап шықты, оны алып келіп береді. Немесе біз бақылап отыр. Ол кезде қазір құсап интернеттен бәрінен білмейсің ғой. Бір ән-жермен жерден ақпаратты естіп қаласың. Сондай кітап шығыпты. Анау Нобель сыйлығын алыпты сол кітапқа. Соны айтасың, жаңағы «Война и мирді» бір оқиын деп едім, оқып жатқан тілімізде соған берген екен осындай сыйлықты. Білу керек екен. «Окаянные дни» деген бір кітап бар екен. Моңғолша аударылды ма екен? Орысша бір жерден оқып қалдым. Немесе жаңағы Плаха шықты ол кезде, Шыңғыс Айтматовтың. Сол әке аударылыпты моңғол тіліне. Оқығымыз келеді, естідік, бір мықты мұғалім айтты деп. Соның барлығына шамасы келгенше іздеп, тауып кітап дүкеніне өзімізді алып барып, қай кітап, қайсыны оқығың келеді деп алып келеді. Өздері сол қалыспай оқиды. Менің анамның жоғарғы білімі болған жоқ. Әлі күнге дейін кітап оқиды. Олардың жаңағы бүкіл өмірдің қызығын кітаптан. Сосын кітаптағы өте әдемі берілген өмірлері бар ғой енді. Бір мықты образдар бар соның ішінде. Біз соны өмірімізге, көз алдымызға елестетіп, соны жаңа кумир қылып алатынбыз. Сіздің кумиріңіз кім болды? Мен өзім ылғи да айтам, соңында соны бір інімнің баласынан естіп күлгем. Мен бірінші өте қатты маған әсер берген граф Монте-Кристо еді. Маған өте қатты әсер бергені ол жердегі уақытқа деген жәнегі көзқарасы болды. Қазір біз айтамыз ғой, уақытты үнемді пайдалануымыз керек, бүкіл нәрсеге тиянақты болу керек. Мен содан үйрендім. Мен одан уақытты үйрендім. Монте-Кристодан жаңағы қонақ уақытында келеді, қонағымен уақытында әңгіме айтады, соң қонағын уақытында жібереді. Жәнегі өмірі енді оңай болған жоқ. Түрмеден шыққаннан кейін, мен тем более мен енді заң мамандығын таңдап жүрген адаммын ғой. Екінші маған өте ықпалды болған енді орыс әдебиетін, қазақ әдебиетін, мен қазақ әдебиетін бәрін осы жерде оқыдым. Орыс әдебиетін, шетел әдебиетін оқыдым. Сол жерде мен жәнегі всадник, естеріңізде бар шығар, аттың үстіндегі басы жоқ адамның бейнесі да. Соны оқыған кезде болар мен өмірге деген көзқарасым сол әдемі шынайып қалыптасты. Өмірде әртүрлі оқиғалардың болатындығына, егер адам шынымен де жүрегімен бәрін қаласа, жүрегінің жылулығымен, өмірге деген жанашырлығы болып, құлшынысы болатын болса, онда өмір сүруге болады. Әрқашан өмірдің ішіне мән тауып алуға болады деген. Сондайларды алдық. Кейін енді осы жаққа келгеннен мен қазақ тілін үйрендім. Қазақ тілді болған жоқ. Осы кітаптың бәрін моңғол тілінде оқыдық қой. Осы жаққа келіп қазақ тілін үйренген кезде, қазақ тілін жанымдағы университетке келіп бірақ үйрендім. Қасымдағы енді қазір менің курстастарым, группаластарым көргенде бәрі күледі. Қазақ тілім өте енді шорқақ, мына тырнақ деген сөздің өзін
мен тұяқ деп сөйлеп келдім. Сол ең бірінші естіген қыз бала, мен тырнағым сынып қалды дегенде, тұяғым сынып қалды деп айттым. Сол маған айтты, сен ірі қара малдың қатарына жататын бедің, тұяғың сынып қалатын. Соны сұраймын да айтамын, оны не деп айтады? Себебі мен бір жерлерден естіп қалғам тұяқ деген сөзді. Өзім қазақша нақты білмеймін ғой. Оның тырнақ екенін білмедім. Кейін тырнақшаға алып қой дегенде, бейде ойлап отырдым, оны неге алу керек екен? Мынау тырнақша арасында не бар деген сияқты. Сөйтіп, қазақ тілін бір 2 ай құрбы құрдастарыммен сөйлесіп жүріп, содан кейін Ақ білек роман, Жаяу Мұса, осыны оқыдым. Ежіктеп оқысам да оққан шығармын енді. Бірақ Абай романын ары қарай оқып, Абай романын 2-ші томын оқып біткен кезде, ол қараша айының аяғы болатын. Сол кезде мен таза қазақша сөйледім. Одан кейін қайтып қазақ тілі деген, мен қазақ тілін білмеймін деген сөздер айтпайтын болдым. Әрине, ішімде мынандай тілдердің жетіспейтін. Мысалы, физика, химия, математика да, олар әдеби тілдердің ішіне мен ол тілдерді өзіме қалыптастырған жоқпын. Мысалы, судың күйдері қандай болады дегенді, осындай тілдерді ары қарай уже алып кеттім. Бірақ әдемі қазақ әдеби тіл қалыптасты. Одан кейін заң мамандығында нормативтік тіл деп атайды біздің тілімізді. Сол тілдерді меңгере нормативтік тілді игердім. Жақсы заңның тілін игеруіме мүмкіндік болды. Ал енді мамандық таңдаған кезде мен әкешім қолдаған жоқ. Анам менің қолдауыма, таңдауыма, өмірдегі көзқарасыма мүмкіндігінше араласпауға тырысты. Себебі ол кісі өзін кішкене оқымағам деп ішінен қысылады да, кітап оқыған адам көп нәрсе біледі деп ойлайтын. Сондай көзқараста болды. Ол ылғи да айтатын, балам, ойыңды кітапта көп оқисың ғой, соның ішінен сұрап ал, содан біліп ал. Білмеген бізге әуелі айтып тұр дейді. Әкем мүмкіндігінше әсер еткісі келді. Себебі ол кісі менің заң мамандығын таңдағанда қатты қолдамады. Біреудің жаманын қазбалап, судья болып, соны ылғи бір құқық бұзылған жерлерде жүреді оның барлығы. Ол енді қыз балаға қаншалықты орында, қажеті жоқ шығар. Оғанша дәрігер болмадың ба? Енді қай сабақты да жақсы білесің ғой. Тіпті болмаса экономист болсаш, өзі ақша санап үйренген адам деген өте жақсы кісі деген сияқты өзінің ол кісі тұрғысынан көзқарасын білдіріп, соған кішкене итермелеп, оның жақсы жақтарын, өзі танитын жақсы экономистермен әңгіме айтқызуға мені, өзі білетін дәрігерлерді үйге әкеп, сұра, біл, халат киіп жүрген әйел адамға әдемі жарасады, қыз балаға барған жерінде мейірімді боласың, сенің жүрегің жылулығы бар ғой деген сияқты осындай сөздерді әкем көп айтты. Бірақ мен өзімнің таңдап алған мамандығым, ішімнен заңгер болам, әділдік орнату жолына түсемін, адамдардың арасындағы теңдікті қамтамасыз етуге тырысамын деген ол кезде балалығым да бар, жастығым да бар, оқыған көп кітаптарым бар. Соның ішінде енді детектив романдарды көп оқыдық, шытырман оқиғаларды көп оқыдық. Сол оқиғалардың мән, ішіндегі мазмұнын ашып, соған бір билік айтқым келіп ішінде, балалық болар, енді сонымен таңдап алған мамандығым. Бірақ мен ойлаймын, мамандыққа адал болу керек. Өзің таңдап алғаннан кейін ол мамандықтың енді биік шыңына жету керек. Биік шыңына жету керек, соған ұмтылу керек, сосын мамандықты кәсіби игеру керек. Қазір айтыңызшы, енді өзіңіздің мамандығыңыздың биік шыңына жеттім деп ойлайсыз ба? Адамның бір ерекшелігі болай, ішінде бір әрқашан көңіл толмаушылық болып тұрады. Сіз сондай болып тұрады. Адамның ішінде болады, мен ойлаймын, адам ешқашан бірдің деңгенің шыңында тұрмын деп қанағаттанбайтын шығар. Бірақ заңгер ретінде мен бірінші ғылым жолына түстім. Ғылым жолына түскен кезде, енді біздің кезіміздегі ғылымда заң ғылымдарының кандидаты, заң ғылымдарының докторы деген ол шыңы. Мен сол 2 баспалдақтың ең биіктігіне бардым. Одан кейін енді практик заңгер ретінде конституциялық кеңес, конституциялық сот, яғни конституциялық бақылау органы дейді. Бұл жалпы заңның
ең жоғарғы шыңы. Себебі сен жазылған заңның, орындалған заңның ішінен оның жәнегі дұрыс еместігін, жәнегі ең биік бізде конституция ол біздің ең биік заң күші бар нормативтік құқықтық актіміз. Соған сәйкестігін қарай алатын деңгейге жету Конституциялық кеңестің, Конституциялық соттың мүшесі деген бұл негізі кәсібімізде биіктік. Сондықтан мен оны атқардым. Және 8 жыл Қазақстан Республикасынан Венециялық комиссияның мүшесінің орынбасары болып жұмыс атқардым. Ол халықаралық деңгейде Европа одағының ішінде құқық үстемдігі демократия үшін деген комиссия, Венециялық комиссия деп атайды. Ол бүкіл әлемдегі мемлекеттердің қабылданып жатқан заңдардың конституциялығын, оның демократиялығына баға беріп отыратын сондай орган. Ол жерде жұмыс жасадым. Мен ойлаймын, ол да заңгерлердің ұстанатын енді биік органы. Енді келесі заңгерлердің ең бір арманы шығар заң жазу. Ол заңмен сен жұмыс жасап отырғанда мен оны жазсам былай келтіріп жазатын едім. Егер бұл осындай жазылғанда адамның құқығын бұзбайтын еді. Және мүмкіндік беретін еді дұрыс орындалуына дейтін сұрақтар көп кәсіп өмірде кездеседі біздің өмірімізде. Енді қазір сол органға келіп, сол жұмысымды атқарып отырмын. Сондықтан заңгер ретінде енді бір үлкен күш бар екенін білеміз. Мен соған ризамын. Құдіретіне, оның мықтылығына, жолымның алдына салып бір ізге итеріп беріп отырғанына ризамын. Дегенмен әлі де үйренетініміз көп. Енді біздің көп нәрсені адамдардан үйренетін жасқа келдік қой. Адамдардан үйреніп, адамдардың өзінің әрекетіне, жүріс тұрысына баға беріп, өзіңнің де бір бағаларды жүріс тұрысына баға беретін жасқа келіп қалдым. И сондай сатыда жүріп жатырмын. Әлі де шың биікке шығуға ұмтылудамын. Мәселен, әріптестеріңіз Жұлдыз Сүлейменова ханым, мәжіліс депутаты болып, оқу ағарту министрі болып кетті, мемлекет басшысының тікелей ұсынысымен ол кісіні министр қылды. Бәлкім келесі министрліктің министрі сіз болатын шығарсыз. Сондай бір үміт бар ма, сезім бар ма? Жоқ, мен ондай биліктің бір осындай билікке барғым келеді дегенде алдыма мақсат қылып қоймаппын. Жұлдыз Досберген қызына өте қуаныштымын. Ол кісі өте сауатты, оқу білім жүйесін жетік игерген маман болды. 2,5 жыл бірге жұмыс жасаған кезде мен ол кісінің кәсіби біліктілігіне, сосын оқу жүйесінің терең көретіндігіне, танытатындығына әбден көзім жетті. Ол кісі өзінің саласын бағындырып келе жатқан адам. Ол кісі өзінің шыңына бара жатыр. Мықты маман, кәсіби маман. Және сіз екеуміздің сөздің басында айтқаным сол ғой. Мамандықты сүйе білу керек, мамандыққа адал қызмет атқару керек. Егер кез келген мамандықты өзі таңдап алып, сол мамандығына адал, жанашыр қызмет атқаратын болса, онда ол мамандықтың да отырған адамдарды да басқарып, оларға жол көрсетіп, ұлт үшін, қоғам үшін қызмет атқаруға болады. Сондай адамдардың бірі. Мен қай салада болмасын, енді қазір қанша дегенмен қоғамның саяси өмірінің белсенді азаматымын ғой. Сондықтан қай салаға жұмсасын, сол салада адал жұмыс істегім келеді. Тамаша. Енді 2025 жыл өз мәресіне жақындап келеді. Санаулы күндер қалды келесі жылдың басталып кетуіне. Енді 25 жыл жалпы мәжіліс үшін қандай жыл болды деп айта аласыз? Қандай көптеген заң жобалары мақұлданды, шығарылды, мемлекет басшысына дейін барды дегендей. Енді сіз үшін осы жылдың топ 5 ең өзекті заң жобалары қандай болды? Өзіңіз қатысқан, өзіңіз саралаған? Биылғы жыл мәжіліс үшін бұл да бір жемісті жылдардың бірі деп атаймын. Біз өте көп заңдарды қарадық. Соның ішінде азаматтардың мына заңгерлер бүйтіп айтады. Конституция заңдарда өмір сүреді деп. Яғни мен айттым, өз конституциялық құқық мамандығымын.
Сондықтан конституция адамның, қоғамның, мемлекеттің бүкіл өмірін реттейді. Сондықтан бізге келген заңның бәрінің ішінде адамдардың өмірі тұрады, әр саласында болсын. Биыл қабылданған заңдардың көбі өте мазмұнды заңдар болды. Өте пікір талас, қызу талқыланған заңдар болды. Соның ішінде мен, сіз сұрақ қойғаннан кейін бүйтіп ойланып отырмын. 2 заң бойынша мен бастамашы топтың ішінде болдым. Оның біреуінің президент қол қойып шығарды. Ол сіздер үшін өте маңызды заң. Ол жасанды интеллект туралы заң. Мен үшін жаңа сала болды. Өте толқып жазған заңдарымыздың бірі, және қабылданып біткенге дейін өте қатты жанашыр болған заңдарымыздың бірі. Кеше ғана қол қойып енді өмірге кірді. Біздің мына жаңа жастарымыздың жұмыс істейтін, біздің өміріміздің бағытын өзгертіп бара жатқан саласына. Екінші, цифрлық кодекс. Ол да енді қоғамда өте қызу талқыланған, заңгерлердің тарапынан да өте көп пікірлер тудырған, сыни көзқарастармен талқыланған заңдардың бірі. Ол заңдардың да авторының бірімін. Оны біз Сенатқа жібердік, цифрлық кодекс. Бұл өміріміздің, экономикамыздың алға ұмтылуына үлкен бір негіз болып табылатын заңның бірі. Келесі бюджет кодексі. Бұл кодекста енді білесіздер ғой, бүкіл мемлекетіміздің кіріс шығысының негізін, құқықтық негізін қалап беретін заң. Осы заң қабылданды. Бұнда да мен мүшеде болып жұмыс жасадым. 4-ші, және банк қызметтер туралы заң. Бұл заңды да енді қалай біз қатысымыз жоқ деп айтамыз. Оның ішінде өте үлкен назар аударылғанымыз, мен өзімнің назар аударғаным бұл қаржы омбудсменға. Себебі құқығы бұзылған кезде бірінші барып жүгінетін, бірінші көмек сұрайтын омбудсмендер. Мен сондықтан осы саласына өте басты назар аудардым. Және енді алаяқтық көп етек жайып тұрған кезде біз осы кредит беру, несие беру барысындағы бүкіл механизмдерді мүмкіндігінше қауіпсіздендіруге тырыстық. Және биометрияны кіргіздік. Сонымен қатар міндетті түрде өзінің келісім беруін, осындай жүйені кіргіздік. Енді 5-ші заңға келіп тоқталатын болсақ, әрине мен де оған өте белсенді қатыстым, құрылыс кодексі. Оны да біз мәжілісте қарап шығарып, Сенатқа бердік. Сенатта қазір қызу талқыланып жатқан заңдардың бірі құрылыс кодексі. Енді ол біздің өміріміздің күнделікті өміріміз сүретін ортамызға, өзіміздің қауіпсіздігімізге өте қатысты заң, кодекс. Үй салу, құрылыс ғимарат салу, олардың қауіпсіздігіне, олардың салынатын тіпті материалдардың өзіне де қатысты көп сұрақтар болған заң. Міне осы 5 заңды мен өзім қатысқан заңдардың ішінен осы 5 заңды біз бүгінгі таңда өте азаматтар үшін мәнді, олардың өміріне қажетті заңдар деп атай аламын. Енді жыл басынан бері мемлекет басшысы үнемі айтып келеді, еліміз басқа әлемдерден қалып қоймау керек. Біз әлем қатары озық елдердің технологиясы дамыған, жасанды интеллектісі дамыған елдердің қатарынан орнығып өз орнымызды алу керекпіз деп жатыр. Осы орайда енді Астанада әлем AI орталығы ашылды. Павел Дуров келіп өзінің Telegram зертханасын ашып кетті. Сонымен бірге көптеген осы жасанды интеллектіге қатысты түрлі форумдар, конференциялар өтіп жатыр. Сіздің ойыңызша айтыңызшы, жалпы Қазақстан орталық Азия елдері арасындағы ең сондай жасанды интеллектісі, цифрлық технологиясы дамыған елдердің қатарында ма? Енді мен маман емеспін ғой. Дегенмен мен соңғы 2 жыл осы жасанды интеллектіге қатысты форумға, Алматы 24 жылғы форумға, Астана 25 жылғы форумға барып қатысып, биыл спикер болдым да. Ол жерде көп шетелдің мамандар келеді, сарапшылар келеді, аналитик мамандар келеді. Сонда Швейцариядан келген, дәл осы біздің жасанды интеллекті бойынша
комитеттің бір экспертімен әңгіме дүкен құрып бір күні кешкі аста бірге отырдым. Сол кезде ол маманның, сарапшының айтуы бойынша біз орталық Азияда тіпті әлемдік деңгейде бұл салаға өте белсенді және табысты жүрген мемлекеттердің қатарындамыз. Біздің жастардың ойлап тауып жатқан технологиялары, олардың жасанды интеллект арқылы шешіп жатқан шешімдерге ұсынған ұсыныстары ол өте мазмұнды және бүкіл әлемдік деңгейде назар аударады екен. Сондықтан және біздің жалпы сол салада мемлекеттің тарапынан ұстанып отырған саясатымызда дұрыс бағытта деп бағалап отыр. Себебі ол кісіге Франция мемлекетіне енді барып жұмыс жасауға ұсыныс түсіпті. Және сол сияқты 1-2 Европа мемлекеттерінен ұсыныс түскен екен. Ол маманның тегі өзі Марокко азаматы, анасы Беларусь азаматшасы болған. Қазір енді екеуі бірігіп, олар Швейцария азаматтары. Әкесі де, шешесінде де. Сонда ол айтады, енді мен өзім бізді енді жіберу керек, ол Біріккен ұлттар ұйымының және комитетінде отырады. Енді бізді жіберу керек. Мен Қазақстанға жіберсе деген тілегімді білдіріп хат жаздым. Қазақстанға барсам. Себебі мен бұл жерде жаңалықтың көзін көріп тұрмын. Мен бұл жердегі мемлекеттің ұстанып отырған саясатын қолдаймын дейді. Сондықтан біз жасанды интеллект туралы заңның жобасын жазған кезде бірінші кезекте жаңағы айтамыз ғой, уәкілетті органның құзырын жазуымыз керек. Министрліктің, жаңадан құрылған министрліктің құзырын жаздық. Сол құзырын жазған кезде біз мүмкіндігінше тек осы салада жасанды интеллекті цифрлық даму саласындағы саясатты толығымен олардың қалыптастыру мүмкіндігін бердік. Себебі осы шаралардың бас қасында жүрген, мұрындық болып жүрген ол министрлік. Сондықтан ол жерде өте мықты жәнегі заманның талабына сай, сонымен қатар қазіргі заманда туындап тұрған, алдарына қойылып тұрған міндетті, мақсатты қабылдай алатын, соны тарқатып ары қарай жүзеге асыру саясатын құра алатын азаматтар жұмыс істейді деп мен санаймын. Жәнегі енді алып тастасаңыз өзіңіз білесіз, алып тастамасаңыз да өзіңіз білесіз. Алмаймыз. Мен осы форумға қатыстым ғой. Форумға қатысқан кезде, 24 жылғы форумға бара жатқан кезде мынандай пікірде болдым. Енді біздің әр жердегі форумдарға барып жүрміз ғой. Мен ғалым ретінде де, ол депутат болмай-ақ ондай форумдардың талайына барып, талай елде қатысқан адамдардың бірімін. Қалай болады екен деп. Мен барып, ана жердегі қатысуға келген азаматтарды көргенде таң қалдым. Оған барлығы мүдделі барады. Бірде-бір адамды форум болайын деп жатыр, аудиторияны толтырайық деп шақырылмайды. Ол жерде құрылып қойған павильондар бар ғой, секциялар өтетін. Ол секцияларда орын болмайды. Біз депутаттық мына жерімізде значогымызбен жүріп, бізге орын жоқ. Өзіңнің жазылған павильоныңа барып үлгерсең үлгердің, одан енді кішкене отырып тыңдап, аналарда қандай қызық болып жатыр екен, біз мүмкіндігімше цицерон құсап бәрін игеріп алғымыз келіп тұрады ғой. Бұл бір қазақи менталитет па, біздің бір сондай менталитетіміз бар. Сөйтіп павильоннан шығып кетсең, одан кейін павильоныңда орын болмайды. Мен былтырғы жылы өзім сондай не жасап алдым, қателік жасап алдым. Биыл мен өз павильоныма бардым, сол жерге спикер болып қатыстым, басынан аяғына дейін отырып, бір мәселені басынан аяғына дейін тыңдап, өз түйінімді түйіп бірақ шықтым. Сонда 5000, 6000 адам кәдімгі келіп, басқа қаладан өздері келіп кіріп жүреді. Оның бәрі мүдделі, басқа әңгіме жоқ. Сенің қалың қалай деп амандасуға шамасы жоқ азаматтар жүреді. Сондай қызықты өтеді бізде форумдар. Мен жаңа айтып отырмын ғой, ана кісімен неге біз бірде-бір шетелдің аналитикімен сөйлесетін мүмкіндігіміз болған жоқ. Олар тіпті сізге қарамайды. Олар кәдімгі өзінің секциясынан тиісті нәрсесін алып жүр. Сондықтан біз оны кешкі асқа шақырып, ұйымдастырып, 1-2 адам болып отырып, талқылап, өзіміздің сұрақтарымызды қойып, себебі жасанды интеллект енді маман болмағандықтан біз үшін де өте жаңа сала. Оның өзін түсіну оңай болмады. Одан кейін біз цифрлық кодексті жазуымыз керек болды. Жаңағы директердің өзінің, мен мысалы директің қалай
цифрлық жазбаға ауысатындығы, цифрлық жазбалар бірігіп платформаның ішіне қалай жаңағы цифрлық жүйе болып кіретіндігі, ол одан кейін платформаның ішіне барған кезде ол қалай орналасады, қалай жұмыс жасайды, аналар бір-бірін қалай тауып алады. Міне осы мәселелердің барлығы мен үшін енді жаңалық болды. Мен технолог маман емеспін ғой. Заңды жазатын болғандықтан біз сол цифрлық ортаның түсінуіміз керек. Цифрлық ортаның объектісін көруіміз керек. Объектісі ол жанды ма, жансыз ба, мүлік па, мүлік емес па, оның құны бар ма, құны жоқ па, құны бар болатын болса, оның құндылығы неде? Және жазылған адамның, программаны жазған адамда ма, немесе жасақ қойған өнімінде ма, қайсысын қорғауымыз керек, кімнен қорғауымыз керек? Заңда соның бәрін жазуым керек қой. Оны кіргізе беру керек па, цифрлық ортаның субъектілерін кім деп танимыз? Біз бірінші рет цифрлық кодексқа бизнес пайдаланушы деген ұғым кіргіздік. Мысалы біз қызмет беруші деген бар, қызмет алушы деген бар, яғни олар пайдаланушылар ғой, біреу қызмет ұсынады, біреу пайдаланады. Бизнес пайдаланушы дегеніміз кім? Сөйтсе оның да бір ерекшелігі бар екен. Бұл тіпті біздің заңдарда бұрын қолданылмаған. Біз жасанды интеллект туралы заңның ішіне кіргіздік және цифрлық кодекстің ішіне кіргіздік. Ол жерде мүдделер көп. Қайсысы қоғамдық мүддеге жұмыс жасайды, қайсысы мемлекеттік мүддеге жұмыс жасайды, қайсысы оны бүйтіп шектеп тастауымызға да болмайды, өзіңіз түсінесіз. Шектесек технология дамымай қалуы мүмкін. Ал енді технология дами берсін деп бүкіл платформаның бәрін Қазақстанның кеңістігіне кіргізіп қояйық па? Қай жерде біздің тәуелсіздігіміз бар, цифрлық тәуелсіздігіміз, цифрлық суверенитетіміздің басқа жерде, қай жерде? Қай жерде біз оны қоршауымыз керек? Қай жерде біз бір платформаны ұлттық деп санауымыз керек? Себебі ол жерде ұлттық қауіпсіздік мәселесі бар, біздің өзіміздің ақпарат қауіпсіздігіміз бар, дерегіміз бар, құпиямыз бар, банк құпиямыз бар, отбасы құпиямыз бар, адамның жеке құпиясы бар, мемлекетіміздің бір құпиясы бар. Осының барлығы қаншалықты бір-бірімен қарым қатынасқа түсу керек? Оны кім оқшаулайды? Шлюз дегеніміз не? Ол мойынмен не кіріп, не шығып тұрады? Оған қандай біз қабырға құруымыз керек? Қытайдың китайский стенамыз бар, қабырғасы бар. Сол деген цифрлықтың ішінде, жасанды интеллекттің ішінде бола ма, ол болмай ма? Біздің шекарамыз қай жермен анықталу керек деген сияқты. Өте көп сұрақтар құқық танушыларда туындайды. Технологтарда ол сұрақтар өте оңай шешіледі. Оларға мүмкіндігінше бүкіліне қол жетімді болған сайын жақсы. Енді өзіңіз жас азаматсыз, біздің жасымыздағы, мен де 50 жастан асып кеткем, біздің жасымыздағы, бізден жоғарғы буындарымыз үшін ең бірінші сұрақ туындайтын сұрақ мынау болады: менде жасанды интеллектінің отыны не? Не лақтырып отырады, не салып отырады оны? Біз нені қорғаймыз? Сол ғой, біз нені қорғаймыз? Неге қауіп төніп тұр? Жалпы жерде айтып кетейін, өзіңіздің жеке басыңызға да құқық бұзушылық деген не деген сұрақ туындайды да. Ол мына төндіріп тұрған қауіпіне байланысты. Қоғамға қауіп төндіретін әрекет немесе әрекетсіздік. Сондықтан біз сұраймыз, жасанды интеллекттің отыны не? Жасанды интеллекттің өнімі бізге туындататын қаупін біз түсінетін сияқтымыз. Бірақ жасанды интеллекттің өнімінің өзінде бірінші қорғап алуымыз керек қой. Сонда оның отыны не деген сұрақ туындайды. Мысалы мен соны да оқуыма тура келді. Ол дерек дейді. Енді дерек дегеніміз не? Деректің артында не бар? Деректің артында жаңағы әртүрлі салаға қатысты ақпараттар бар, кодтар бар, білмеймін, әріптер мен цифрлар бар. Ол бүйтіп енді жеке-жеке тұрып дерек бола ма? Жоқ, дерек болмайды. Ол жазба болған кезде, машинаға оқылған кезде дерек болады дейді. Дерек дегеніміз машинаға оқылу керек. Осы заң жобасында жалпы жеке адамның жеке бас дерегін сақтау, ол басқа жаққа шығып кетпеу сынды сондай бір тұстары қамтылды ма? Және де осы мемлекеттік органдардағы бір құпия бар, сол құпияны сақтап қалуға бағытталған бір нормативтік
өзгерістер енгізілді ма, бар ма? Бұл мәселе енді бізде бұрыннан да әртүрлі заңдардың ішінде қорғалып жазылып жүрді, бірақ осы жолы біз цифрлық кодексті жазу барысында және ақпараттандыру деген бізде заң болған. Ақпараттандыру заңның ішінде кейбір қауіпсіздік болды. Біз ақпараттандыру, енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мына ақпаратқа қатысты, сол дерекке қатысты мәселе, ол цифрландырылған, цифрлық кодекстің объектісі болып реттеуіне, соның ішіне кіруге мүмкіндігі болды. Біз оны цифрлық кодексқа кіргіздік та, енді кейбір қауіпсіздікке қатысты бүкіл нормаларды оқшаулап алып, кейбір қауіпсіздік туралы заңның бөлектеп шығардық. Осының барлығы қазір сіз сұрап отырған мәселе кейбір қауіпсіздік заң арқылы қорғалады. Бірақ ол оны білдірмейді. Бүкіл деректер жасанды интеллект туралы заңның ішінде де бар, и цифрлық кодекстің ішінде де бар. Сондықтан екі заңның ішінде де соның алдын алу, кіргізілді. Идентификация жасайтын жалғыз құрал қалдырдық. Сіздің сіз екеніңді танытатын. Ол бізде ЭЦП. Яғни жәнегі сәйкестендіруші электронды куәлік. Жоқ, қол. Қол. Электронды қол, электронный подпись дейміз ғой, қол. Бұл тек қана біздің идентификация жасап, ең соңында кез келген электрондық құжаттар арқылы бір әрекеттер жасайтын болса, соның соңындағы біздің заңмен қорғалып қалатын бұл ЭЦП. ЭЦП арқылы қол қоясыз, сонда ғана біз сенеміз. Бұл сізбен сәйкестендіріп, кімнің Унзила екенін анықтады. Ал енді оған дейін бізге тағы қандай келеді? Бізге кейде сообщение келеді, хабарлама келеді. Және Шапақ, Унзила, сізсіз ба деген сияқты. Мен хабарламамен деп жауап берем. Ол аутентификация. Одан кейін түрімізбен фейс контроль арқылы жасалынады. Фейс ID арқылы. Фейс ID ол да жәнегі аутентификацияның бір түрі. Яғни хабарламамен дедің, фейс ID мен дедің, біз айтамыз жоқ, бұл әлі қорғалған жоқ. Енді ең соңғысы онда айтады, электронный немізді жібере салайық дейді. Жоқ, куәлігімізді. Жеке басын куәландыратын құжаттың қазір бізде электронный нұсқасы бар ғой, соны жібере салайық дейді. Біз айтамыз, оны жіберсең сенбейміз. Оны жібергенде оны әкеп көрсетуің керек аяқпен. Цифрлық кодексқа солай жаздық. Егер сен куәландыратын болсаң, ЭЦП емес, мен өзім келіп тұрмын, бірақ мен осымен куәлік еткім келеді, жеке куәландыру құжатымен, онда сен өзің болу керек. Соткаңнан көрсете бер, жәнегі қолыңдағы, бірақ өзің тұруың керек. Мынау менің электронды құжатым. Куәлігім. Құжат емес, куәлігім. Басқа қандай жағдайда? Басқа тек қана ЭЦП. Сомен қол қойған жағдайда біз айтамыз, болды, енді бұл толыққанды идентификациядан өтті. Міне осы жүйені жасадық. Ал енді жаңа қауіпсіздендіру деген сұрақ қойып жатсыз ғой. Бірінші кезекте жалпы жасанды интеллектіні жасаған сол субъект өзі қауіпсіздендіреді. Бүкіл мүмкіндігінше ол қауіпсіздендіреді. Бұл бірінші механизм. Екінші механизм сол жасанды интеллектінің жұмыс жасайтын платформасы. Платформа өзі қауіпсіздендіреді. Оның да талаптары бар. Біздің платформаға келіп жасанды интеллектінің өнімі жұмыс жасау үшін бізде осындай қауіпсіздік талаптарын қояды. Ол жасалынады. Одан кейін біз заң бойынша қауіпсіздендіріп жатырмыз. Осындай жүйелер қазір іске енгізілді. Тамаша. Енді көптеген политологтардың айтуы бойынша, эксперттердің айтуы бойынша енді өзімізде бақ өкілдері ретінде көріп жатырмыз. Бұрын сонды болмаған депутаттардың сазывы болады ғой. Сіздерде, кажется, 8-ші сазыв. Вот депутаттардың 8-ші сазывы бір ерекше, тың, кәдімгі еңбектеніп жатыр. Біз оны көріп жатырмыз өзімізбен. Көптеген нағыз халыққа керек болып жатқан заң жобалары жазылып жатыр, іске асырып жатыр. Депутаттар енді өздерінің мінберлерінен нағыз халыққа керекті сұрақтарын мемлекеттік органдарға жолдап жатыр. Енді көптеген заң жобалары биыл жарыққа шықты. Көптегені келесі жылға қалып қойған шығар. Сіздің ойыңызша қандай заң жобалары әлі жетілу керек?
әлі піспеген заң жобалары бар ма? Менің енем, екінші анам, ол кісі бір таяуда үйде қонақта отырған кезде мен сияқты бірнеше әріптесім отыр. Сонда бір сұрақ қойып, бәріміз күліп жатырмыз. Ол кісінің қойған сұрағы осы: Құдай-ау, 8 шақырылым болып жатыр. 30 жыл заң жазып келе жатырмыз ғой, тәуелсіздік алғаннан бері дейді. Сонда не деген жазылып бітпейтін заң бұл өзі? Неге бұл өзгере береді? Сендерге дейінгі депутаттар заң жазбады ма десе, біз ақпарат құралдардан көріп отырмыз ғой, олар да көп заң жазды ғой дейді. Бірінші сұрақ сол негізі. Не деген жазылып бітпейтін заң, неге заң көп жазылады, заңның тұрақтылығы қаншалықты? Неге тұрақты емес деген сұрақ туындайды да. Әрине, бұл біріншіден біздің қоғамның өмірі, әлеуметтік өмірімізде, экономикалық, саяси өмірімізде өте жылдам қазір дамып жатыр. Дамыстың соған әсер етіп отырған бұл технология, бұл жәнегі заманауи ғылыми жаңалықтар. Осының барлығы дамып қоғамымызда, сосын біз барлық мемлекет, жалпы дүние жүзі ашық болды. Кейбір елдерден бізге нәрселер жаңалық болып кіріп келіп жатыр. Ол өте жылдан біздің өмірімізге кіріп кетеді. Мысалы, осыдан қанша жыл бұрын ел ипотека деген сөз білмейтін еді ғой. Сөйтіп ипотека деген өмірімізге кірді, сосын кейін мына микроқаржы ұйымдар деген бізде болған жоқ. Олар келіп өмірімізге кірді. Сосын айлықтан айлыққа деген қарыз алу деген болған жоқ, Біз бір-бірімізден, көршілер, жақын туыстар бір-бірінен бір ақша қарыз алған шығар бұрын адамдар, бір арнайы ұйымнан барып алу болған жоқ. Сонымен қатар бізде айлық алғанға дейін, мысалы, қарыз сұраудың өзі белгілі бір жастарда қарыз сұрайтын жастар болатын бұрынғы заманда ше. Мысалы, 20-30-дағы адамдар өзінің табыс тауып жүрген табысының көлемін біледі, соған шектеліп қарыздар сұрайды. Үлкен жастағы адамдар бір-бірінен қарыз сұрамайтын болады. Қазір бізде қарап отырсаңыз, бұл да өзгеріп кетті. Сол сияқты міне өмірде өте көп осындай жаңа құбылыстар, өзгерістер. Саяси өмірде де сондай. Мысалы, жас депутат болған жоқ. Рас қой. 7 сазыпта да басталды кішкене. Қазір 8 сазыпта жас депутаттар бар. Олар мәселені көтеріп, мысалы, сіздер түсіне бастадыңыздар. Заң шығарушы органда жас депутаттардың өзінің сайлаушылары бар қазір. Олар тыңдап отырады. Мұқаев не айтады? Наумова Динара не айтады? Жас депутаттарды Екатерина не айтады деген сияқты. Сосын кейін цифровик мамандар бар қазір. Жаңағы сіздер айтып отырған жасанды интеллектінің мамандары, жаңағы цифрлық қоғамның белсенді мамандар бар. Смешляева не айтады екен? Осы депутат не айтып қалады екен? Деп. Дәрігерлер отыр. Нұрумова депутат не көтереді? Біздің мәселені жеткізіп жатыр ма, жоқ па? Олардың өмірінде қазір белсенділік белгілі деңгейде туындады. Заңгерлер отыр бізді тыңдап. Абзал Құспан не айтады? Шапақ Унзила не айтады? Башимов не айтады? Магерамов не айтады? Олар не көтеріп жатыр? Қандай сұрақты? Біздің көтерген мәселе жетті ма оларға? Жеткен жоқ па? Немесе құрылыс мамандар отыр. Жәнегі әр түрлі, мына 8 сазыптың, сіз дұрыс айтасыз, белсенділігі біздің белсенділігімізбен бірге қоғамның өмірінің белсенділігі, қоғамдағы сайлаушылардың белсенділігі бар. Сондықтан біз бір-бірімізді тыңдай бастадық. Біз оларды тыңдай бастадық, олар бізді тыңдай бастады. Мына жерде екі жақ болып біз өкіметті де тыңдата бастадық. Қазір бұрынғыдай министрлер жоқ, мүлдем және кеуде соқ болып отыратын. Соның өзінде біз әлі айтып жатырмыз. Естісеңіздер, біз парламентте айтамыз, біздің жіберген сауалымыздың өзіне жауаптарыңыз дұрыс емес. Жаңа солқылдақ позицияларың бар. Нақты былай шешейік деген жауап берген жоқсыңдар. Әлдерің келмесе неге бізден сұрамайсыңдар? Біз ақылдасып шешейік оны деген мәселе болып жатыр, Тура сол сияқты бізде оқшауланған орта бар қазір, ерекше өмірдің енді бір белгілі жағдайына байланысы ерекше бір бізден ерекшелікті талап ететін орта бар. Олардың да неге біз кеше біз Түркістан туралы заңды қазақ тілінде жазып, Түркістанның ерекше мәртебесі туралы заңды қабылдап жатқан кезде мәселе көтерілді.
жаңағы Түркістан енді қанша дегенмен архитектуралық, бұл біздің рухани отанымыз, рухани орта деп қабылдап жатырмыз. Өзек барғысы келеді. Оған барған мүмкіндігі шектеулі адам неге барлығына жете алмайды? Қол жетімді болу керек қой. Олардың жеткізетін мына музейдің объектісінде көргім келеді, мына объектінде көргім келеді. Қиналмай. Осыны заңның ішіне жазып беріңдер деген сияқты мәселелер туындайды. Міне осы мәселелердің барлығы талқыланып жатыр. Әлі де бізде қазір белсенді қаралатын заңдар, сайлау туралы заң менің қолыма кеп түсті. Бұл енді қараңыздар, сайланушылардың құқықтарына қатысты заңды мен жетекшілік етіп жатырмын. 26 жылы өте белсенді талқыланатын заң болады дегеніне сенімдімін. Себебі парламенттік реформа болатын болмайтын туралы халық референдум жасап өзінің көзқарасын білдіреді. Қазіргі күннің өзінде де парламенттік реформа туралы сауалды жолдап жұмыс жасағанда 63%-дан астам адамдар бір палаталы парламенттің болғаны дұрыс деген пікір білдіріп жатыр екен. Ғылыми зерттеу институттардың есебіне жүгінсек. Демек, осы бағытқа барған кезде міндетті түрде сайлау жүйесінде өзгерістер болады. Кеше ғана бізде мәселе туындады. Ауданның әкімдерін сайлауды тоқтата тұру керек деген мәселені біз көтердік. Себебі, оның себебі бар, жайдан жай емес. Сайлау дегеніміз үлкен қаржыны талап ететін, материалдық күшті, моральдық күшті талап ететін мәселе. Сондықтан оның барлығын жұмыс жасап біткеннен кейін, ол ауданның әкімі жарты жылдан кейін, 3 айдан кейін мен бұл қызметтен босатты, мен кетемін деген сұрақтар туындады. Немесе жасыратын жоқ қой енді. Семей қаласының әкімі бір ай бұрын бір ауданның әкімі болып сайланды да, бір айдан кейін Семей қаласының әкіміне өтті. Осының барлығы бізде неге туындап жатыр? Толыққанды зерттедік па, зерделедік па деген сұрақты туындады. Президент тапсырма берді өкіметке, мәжіліс депутаттарымен, Аманат партиясының депутаттарымен толыққанды зердеп отырып осы мәселе туралы 26 жылдың желтоқсан айында үлкен аналитикалық жауапты беріңдер деп. Осындай бізде көп мәселелер бар зерделенетін. Оның барлығы заң мекемесінде, парламентте талқыланатын болады. Тамаша, енді биылғы жыл жалпы мемлекет басшысы айтып жатқан көптеген инициативалары, енді өзінің президенттік өкілеттілігіне кіріскен сәттен бастап Қазақстан кәдімгідей саяси реформалардан өтеді деп бірнеше рет айтқан еді. Биылғы жолдауында да енді көптеген тың нәрселерді айтты. Оның бірі өзіңіз айтып отырған бір палаталы парламент. Көптеген эксперттер қазір бұның барлығын зерделеп жатыр, айтып жатыр. Жалпы айтыңызшы, мемлекет басшысының жүргізіп отырған саясатына көңіліңіз қаншалықты толады? Бұл дұрыс саясат па, бұрыс саясат па? Бұл сұрақ негізі біз енді саясатта жүрген біз үшін өте ауыр сұрақтардың бірі. Бұған баға беретін халық. Бірақ негізі мемлекеттің ұстанып отырған бағытын халық қолдап отыр. Үлкен бағалауды жаңағы бұрыс болды, дұрыс болды дейтін тарих көрсетеді. Бұған уақыт керек. Жалпы Қасым-Жомарт Кемелұлы 2019 жылдан бастап биліктің басына келген сәттен бастап белгілі салаларда үлкен өзгерістер болып жатыр. Бұл тек қана саяси реформа. Саяси реформа дегеннің ішіне конституциялық реформа. Конституциялық реформаны қозғалды деген сөз өмірдің бүкіл саласында реформа жүріп жатыр. Сондықтан президент реформаторлық бағытты ұстап, сол бағытында белгілі жетістіктерге жеттік десек болады. Соның бірі, жаңа бағанадан бері сіз екеуміз айтып отырған, біз халықтың саяси санасына белгілі түрткі бердік. Бұл саяси бірінші конституциялық реформаның нәтижесі деуімізге болады. Тыңдап бір-бірімізге деген кері байланысқа шығуымыздың өзі
осы реформаның нәтижелігін көрсетеді. Екінші, өздеріңіз өте жақсы білесіздер, саяси бірінші конституциялық реформада біз жерді халыққа тиесіл деген норманы кіргіздік қой конституцияда. Соның нәтижесінде біз қаншалықты мемлекеттің байлығына қатысты мәселелерді шешіп келе жатырмыз. Президент өзінің жолдауында 2023 жылда айтты, біз ұлттық қорды құрған кезде оны болашақта ұрпаққа жұмсаймыз деп құрған болатынбыз. Ол шынымен де солай көрсетілген. Енді соның бір жемісін көретін сәттер таяған сияқты деп, сондықтан ұлттық қордан балаларға деген заң жобасын жаздық. Ол президенттің бастамасы. Ол заң жобасын жазғанда мен бірінші 8 депутаттың қатарында болдым. Біз сол заңды жаздық, талқыладық. Ол заң ісіне енді 2 жыл балалардың есебіне ақша түсті. Міне 3-ші мына жаңа жылдан кейін білесіздер, ақпанның 1-іне дейін тағы да балалардың счетына ақша түсе бастайды. Кімде болды ондай жағдай? Мысалы, қазір менің өз балаларым өсіп кеткен, туған інімнің балалары бар. Мен айтам, сенің балаларың бай. Сенің қалтаңда $200 болмауы мүмкін кейбір күні. Сенің үйде отырған балаңның қалтасында 3 балаңның $200 ақшасы бар. Қараш, өзгеріс бар ма, жоқ па? Бүкіл Қазақстанның 6.900.000 баласының қалтасында ақша бар. Біреуінде $100, біреуінде $200, ертең біреуінде $300 болады. Осындай ерекшелік бар. Екінші, қазір біз өзіміздің ұлттық байлығымызға, табиғи байлығымызға басқа компаниялар кірісетін болса, 51%-ін өзіміз алатын заң кіргіздік. 51%-ына қожайынбыз. Бұл бір ерекшелік. Сонымен қатар өте көп қарызға түсіп кеткен болды. Бізде қарыз басым болды. Соны біз кредитті азайту төңірегінде заң қабылдадық. Бұл 2 заң қабылдадық қатарынан. Біз соның төңірегінде жұмыс жасап, мына микро ұйымның пайызын төмендеттірдік. Және 3 айдан кейін артық жүргізбейтін қып тастадық. 2 жылға дейін сатып алатын коллекторлар бар ғой, оларға сатпайтын қып тастадық. Міне оның өзі біздің қабылдаған, ұстанған саясаттың нәтижесінде біз әрбір нәрсені терең зерттеп жатырмыз. Сонан болар халық қазір оған назар аударады, түсінеді. Біз терең зерттеп, өздерін ашып көрсетіп жатырмыз. Қоқысқа басылып қалыппыз ғой, тазалықты ұстанайық. Дұрыс қой, тазалық проектісі кірді, Таза Қазақстан. Адамдар түсінді, біз өзіміз істей алмаймыз ғой, депутаттар жасай алмайды, бір партия жасай алмайды. Халық өзі оны белсенді алып кетіп жатыр. Қарызсыз қоғам бағдарламасы. Демек, осының барлығы президентіміздің ұстанып отырған саясатының нәтижесі, және кез келген реформаға өте не қарап отырмыз, байыпты қарап отырмыз. Соның нәтижесі байыпты қарап отырғанымыздың. Қазір де мына реформаны, парламенттік реформаны байыпты талқылауға мүмкіндік беріп жатыр. Біз комиссия мүшесі ретінде 2-ші жиынымызда болдық. 2-ші жиынымызда жалпы депутаттардың саны қанша болу керек, олардың өкілеттілігі қандай болу керек, партиялардың әлеуеті қандай, қаншалықты біз осы партияларға сенуімізге болады. Соны зерттеп, партиялар өздерінің, ол жерде бүкіл партиялардың фракция басшылары бар. Оларға да белгілі деңгейде талқыладық. Қазір 148 депутат болатын болса, одан көбейтпегеніміз дұрыс шығар. Қанша дегенмен біз оңтайландыру жолын іздестіріп жатырмыз ғой. Одан төмен алсақ, әртүрлі ұсыныстар бар, соның ең оңтайлы жағына назар аударып жатырмыз. Және ол жерде талқыланды, 5 жыл болған дұрыс па, 6 жыл болған дұрыс па, 4 жыл болған дұрыс па депутаттардың. Яғни оның да бір қазір келе жатқан 5 жылымыз қаншалықты тиімді. Оның арының бәр жағында негіз бар. Себебі біз бюджетті 3 жылға тағайындаймыз, бекітеміз, 3 жылға бекітеміз. Бекітіп тастап кетіп қалған қаншалықты дұрыс. Оны бақылау керек қой. Бекіткеннен кейін біз оны бақылауымыз керек. 25-ші жыл осынша ақша бердік, 26-шы жыл біз қарауымыз керек. Соңында сол депутаттар бақылау керек па? Қаншалықты мүмкіндігі бар оның?
міне осы мәселелердің бәрі талданып жатыр. Байыпты шығады деп ойлаймын. Тамаша. Енді бағанадан бері айтып жатырмыз, халықтың депутаттарға деген сұранысы өзгерді, халық талапшыл бола бастады, көзі ашылды, көре бастады, телеарналардан болсын, радио, газет, баспа, журналдардан болсын, әлеуметтік желілердің өзі депутаттар үшін бір кәдімгідей халықпен байланысу платформаларының ең сондай бірегей платформалары бола бастады деп ойлаймын. Өйткені мәселен Threads желісін ашып қарайтын болсаңыз, өзіңіз отырасыз ба Threads'те? Таяуда ғана Threads желісіне кірдім. Оның проектіде жұмыс жасаған азаматтардың біреуі қазақ. Ол азаматтың ата-анасымен таныспын. Ол балада мен балалармен бір мезгілде оқыған. Сондықтан Threads'ті сол қазақ тілінде өте жақсы жазылатынын көріп қызығып сұрағам. Сөйтсе жаңа біздің азамат баламыз қазір метада жұмыс жасайды. Соның естіп, өзім кәдімгі белсенді кіріп, енді қазірше өзім жазып жүрген жоқпын, бірақ ішін оқып жүрмін. Енді сонда отыратын шетелдік азаматтар көбінесе айтып жатады, жалпы Threads желісі кәдімгі қазақтардың желісі болып кеткен ба? Өйткені шыны керек, Америкада отырсан, менің кей достарым бар Америкада тұратын, олар Threads'ті ашып қараса, 80% бүкіл ақпараты қазақ тілінде, Қазақстанға тиесілі да. Сонда әлем басқа шетелдік азаматтар волей-неволей деп жатады ғой, осы Қазақстанның жаңалықтарынан бір құлақ естіп қалады. Нұрлан Қоянбаев ағамыз сәрсенбі күнін Threads'те Қазақстан күні деп белгілеуді кәдімгідей сондай бір инициатива жасаған болатын. Қазір әр сәрсенбі сайын Нұрлан Қоянбаевтың фанаттары бар, барлығымыз осы Threads'те Қазақстанның қандай ел екенін мақтанышпен көк туымызды кәдімгідей жауалатып, біліп қойып, неше түрлі суреттерді сол жаққа жариялап жүрміз. Енді Threads'ті алып қарастыратын болсақ, ол Facebook іспетті. Бірақ Threads'те жастар отырады, Facebook'те кәдімгі бұрыннан келе жатқан эксперттер отырады, үлкен кісілер отырады. Яғни бұндағы менде туындайтын сұрақ, айтыңызшы, жалпы жастардың заңға деген көзқарасы қазір қандай деңгейде? Жастар заңды біледі ма, білмейді ма? Біздің Қазақстан қоғамының жалпы құқықтық мәдениеті өте жоғары деп айта алмаймын. Ол құқықтық мәдениетінің негізін қалайтын бұл құқықтық сауаттылық. Сондықтан әрине құқықтық сауаттылық бойынша біз жұмыс жасауымыз керек деп президенттің өзінің ұстанған ұстанымы заң және тәртіп деген үлкен идеологиялық жұмыс қазір біздің елде жүріп жатыр. Соған байланысты болар заңға деген қызығушылықтар артып келе жатыр. Бірақ заңға мынандай заң бар екен деп атын білу міндетті емес. Құқықтық сауаттылықтың бірден бір негізі бұл азаматтардың өзінің құқығын биік ұстай білуінде. Бірінші кезекте өзінің құқығын білу керек. Сосын өзінің құқығын білген адам басқа біреудің құқығына негіз қол сұқпайды. Содан кейін құқықпен бірге қатар әрқашан міндеттер туындайды. Құқығын білген адам міндеттерін де орындау керек. Міне осы бағытта мен ойлаймын, қазір бізде қозғалыс бар. Құқыққа деген қызығушылық бар, құқықтың үстемдігіне деген. Содан кейін жаңағы өзіңізді айтып отырсыз ғой, мына әлеуметтік желіде бізді құқықты ұстануымызға, құқықты үстемдік етуіне ықпал етіп жатқан салалардың бірі. Жай қарапайым мысал келтірейін. Бізде бұрын адамға тіл тигізу, адамды қорлау деген бап бар. Әкімшілік құқық бұзушылықтың ішінде де, қылмыстық кодекстің ішінде де бар. Бұл бір негіз дәлелденбейтін, жұмыс жасамайтын баптардың бірі болады. Себебі сен ешқашан дәлелдей алмайсың. Біреудің балағаттағанын, қорлағанын, өзің туралы жаман ақпарат таратқанын. Қазір ол әлеуметтік желіде жүріп кетеді. Қазір бұл жұмыс жасайтын белсенді баптардың қатарына қосылды. Мен заңгер ретінде айтам, ойпырмай, бұрын біз бұл баптарға көзіміздің қиығын салмайтынбыз, жұмыс істемейтін бап. Келеді, ештеңе дәлел жоқ. Қазір комментариядан да тауып алады. Басқа жерден де алып шығады. Міне, өзі жазған аккаунтысы мынау, жазған өзі,
бүлдірген өзі деп көрсетеді. Сондықтан адамдар белгілі деңгейде өз шекараларын қорғауға, өзінің құқықтарын биіктетуге бұл әлеуметтік желіде белгілі орын үлесін қосып жатыр. Депутаттардың белсенділігіне келетін болсақ, әлеуметтік желідегі белсенділігіне келетін болсақ, мен депутат болғанға дейін тіпті Фейсбукта да отырмаған азаматшамын. Инстаграм дегенді білмегем. Бірақ халықпен оларды тыңдау үшін, оларды көру үшін, оларға өзімнің де бір ақпараттарымды беру үшін мен бұл салаға кірдім. Қазір отырамын, және айттым ғой, Threadsқа да кіріп, уже белсенді күнде ашып, қарап, оқып келе жатырмын. Мен жаңа сіздің айтқаныңыз маған жақсы болды. Мүмкіндігімше мен де сәрсенбі күн бір сәрсенбіден бастармын енді кіріп Қазақстанды танытып. Және мен айтып отырған азамат баланың аты жөні Сыздықұлы Нұрпейіс деген бала қазір метада қызмет атқарады. Threads'тің жәнегі инженерлерінің, енді маман дұрыс айтпауы мүмкін, инженерлерінің бірі. Қазақ тілін ішіне кәдімгі қондырып, өте сауатты жазылады, байқасаңыздар, қазақ тілінде осының бірі. Сондықтан мен біздің азаматтардың жаңағы басында айттық қой, қаншалықты жасанды интеллект саласында мықты деп. Міне осыдан белгілі біздің азаматтар жасанды интеллектінің белсенді өнімдерін жасап жүрген топтардың қатарында. Иә. Тамаша, Зила ханым, осымен менің сұрақтарым тәмамдалды. Енді жұмысыңызға тек қана табыс, сәттілік тілегім келіп отыр. Келесі жылда өте сондай сіз үшін, жалпы мәжіліс депутаттары үшін өте сондай белсенді жылдардың қатарына айналсын деп тілегім келіп отыр. Бүгінгі сұхбатқа келіп, өз ойыңызбен бөлісіп, маған сеніп айтқан әңгімеңіз үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, олай болса Жас Вайб YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Бүгінгі сұхбат ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.